Қолпондарыңызды алып шығыңыздар, иә? Болмаса, осы кескінді сақтап алып, оқушы балаларыңыз келген кезде көрсетіп, осы бойынша жұмыс жасасаңыздар болады. 3-ші айдың виза ширеті бірақ 0 болып бітіп кеткен. Ал 4-ші айдың ширеті әлі ашылған жоқ. Мүмкін бүгін кешке жақын сағат 8 мөлшерінде, болмаса ертеңе. Осы бүгінден бастап осы 3 күннің аралығынан кейін ашылып болады 4-ші айдың ширеті, иә? Ал онда қалай аласыздар? Елге ақша бермей қойыңыздар. Бір тиын ақшада қашыламайсыздар. Қолпондарыңыз болса болды. Онда бұрын кезек, яғни осыған біз қайтеміз, виза ашу үшін алдымен біз ширет аламыз. Яғни оны біз кезек дейміз, дұрыс па? Онда сіздер қолпондарыңызды, вишндарыңызды ашасыздар. Бұрын кезек деген кезде кезектің ішінен ала бересіздер. Ал енді әзір ол бірінші кезек қайтты, тақалып қалды. Әзір кезек 2 деген системамыз шықты. Онда бірінші басқышынан бастап көрейік. Қолпондарыңыз осы бойынша тұрады, міне. Көрдіңіздер ма? Бірінші, мына қаттың рәсімі тұрған, міне осыған қарайсыздар. Ал енді осы телефондарыңызды қайтесіздер, жоғары жақтан қолдарыңызды салып астыға қарата бүйтіп жылжытасыздар. Алттарға жылжытқан кезде мына жерде қалақ сықылды нәрсе тұр, міне. Көрдіңіздер ма? Осыны басасыздар. Көрдіңіздер ғой? Онда біз бұл жерге не деп жазамыз? Пейінше кезек деп жазамыз. К, Е, З, Е, Ік. Кезек деп жазамыз да, және де біз нені ашамыз? Сипырды ашамыз. 1-2-3 дегендегі сипырды ашамыз, соның ішінен 2-ні талдап аласыздар. Міне, кезек 2 деген шықты ма, шықпады ма? Әрине шықты. Онда біз кезек 2-ні басайық. Кезек 2-ні бассаңыздар, міне шықты. Бұрын аттарыңызды жазасыздар. Әзір ат жазу өте күрделі, елдердің барлығы көп қаталық шығарғаннан кейін әзір П-С деген. П-С деген ол паспорт деген сөз, дұрыс па? Онда біздің жерде үйені басайық, яғни үйені басамыз. Басқан кезде міне П-С, бұл жерге не жазасыздар? Паспорттарыңыздың нөмірін жазасыздар. Мысалы үшін Чи баба-бабалиң болуы мүмкін, соны жазасыздар. Ал ондай болса, мына жерде қайда? Уақытын талдау дейді. Уақытын талдау. Мысалы үшін 4-ші айдың 2-сі ма, 1-і ма? Өзіңіздің уақытыңыз қайсы күнге тура келсе, сол уақытты жазасыздар. Астындағы мына жер қызыл тұр ғой, қызылдың ішінде бір бит басқасаңыздар, дұрыс белгі шыға келеді. Сосын кейін тижау дегенді баса саласыздар. Содан болды. Содан кейін тұрып, бұл шығып болғаннан кейін өзіңіздің тұрған жеріңіздегі дайын фуен қылатын жерге барып, бір кішкентай қағаз шығарады, соны шығарбасаңыздар болды. Бірақ енді оны әзір төте шығармайсыздар, төте Үрімжі консельханаға барып шығарасыздар. Осындай ғана қапқа қарапайым ғана нәрсе, бір тиында қашыламайтын нәрсе. Не үшін 1000 юан, 2000 юан қажылайсыздар, мен аң-таңмын соғаншы. Сондықтан диқат қылыңыздар. Өздеріңіз білмейтін нәрселеріңіз болатын болса, хабарласып, бізбенен ақылдасып не қылсаңыздар, біз сіздерге көрсетіп беретін боламыз. Жарайды ма? Бұдан кейін